Тоқта бала. Мына бір с деңгейлі есепті талдап тастайық. Төмендегі суреттегі тізбектің жалпы кедергісі дейді. Бізде міне 5 резистор көрсетілген дейді. Енді қара, мына жерде есеп мощный негізі, мынау сочный есеп. Мына жерде біз мынандай бір нәрсеге назар аударуымыз керек. Мынау кедергі мен мына кедергі және мына кедергі мен мына кедергі бір-біріне былай айтқан кезде тура пропорционал. R және 3R. Енді қара, бұндай жағдайда біз мына С және Д деген нүктедегі потенциалдарды өзара тең деп алады екенбіз. Сонда ол жердегі потенциалдар айырымы нөлге тең болады. Міне мына жерде мен мына жердегі потенциалдар айырымы нөлге тең болады. Онда біз мына кедергіні вообще қарастырмаймыз. Неге? Себебі ол жерден тоқ жүрмейді екен. Сонда бізде қара, мына екеуі қалады міне, және мына екеуі қалады міне. Уже оп-оңай есепке айналды. Міне жоғары жақтағы резисторлардың кедергісі 2R болады, астындағы резисторлардың кедергісі 6R болады. Міне, енді осы жерден R жалпын таба саламыз, олар бір-біріне параллель екен. Сонда R жалпын тапқан кезде 2R көбейту 6R бөлінген 2R плюс 6R дейміз. Сонда мына жерден 12-ні 8-ге бөлсек, бізде 1,5R деген қалады екен. Сонда бала мына жерде Б деген жауап дұрыс болады дейді. Енді мынандай бір мощный есептерді түсінгің келсе, түсінбей жүрсең, біздің парақшаға тіркеліп қой, досыңа жіберіп қой. Мынаны сақтап ал, ертең ұбт-да қадаласың. Давай, жақсы сау бол.